Қайырлы кеш қыздар, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін жарты сағатта пісетін, оңай тамақ пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен фарш шыққан нанды ұсақтап алып саламыз, жақсылап араластырамыз. Мен пияз салған жерім түспей қалыпты. Пиязды алып теркамен немесе блендермен өткізіп саласыздар. Егер де фаршыңыз тауықтан болса, пияз қоспайсыздар. Бір зубчик чеснок қосып, тұзын, бұрышын қосып, кішкентай фрикаделькенің формасына келтіреміз. Табамызды қыздырып, май қосып, одан кейін фрикаделькаларымызды қызған табамызға салып, жақсылап қуырып аламыз екі шетінен. Енді бұларды алып, басқа салып қоямыз. Бізде мына май подливке көп болады, сол үшін кішкене бөлігін төгіп, жартысын алып қалып, подливамызды қуыруға кірісеміз. Пиязымызды қызарғанша жақсылап қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, тағы да қуырамыз. Одан кейін қызанағымызды салып, үстіне приправаңызды, кез келген приправа болса болады. Одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, томатный пастамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, бағана фрикаделькаларымызды салып, 15-20 минутқа піскенше бұқтырып алатын боламыз, қапағын жауып. Енді осы уақытта спагеттимізді қайнатып аламыз. Ол үшін қайнап тұрған суға тұзымызды салып, спагеттимізді салып, бетін жауып, піскенше қайнатып алатын боламыз. Қыздар, подливамызды суы кішкене көбірек болсын, әйтпесе тамағымыз сухой болып қалады. Енді ыдысымызға спагеттимізді салып алдық, фрикаделькамызды салдық. Енді үстіне подливамызды суымен бірге жақсылап саламыз. Видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер, рас болса.